Сәлеметсіздер ме оқушылар? 2024 жылғы белгілі емтиханда келген есепте талдайық. Жақсы. Бірінші есепте бізде суретте қанша шаршы бар дейді. Санайық. Шаршылар саны біреу, екеу, үшеу. Яғни бірінші былай санаған дұрыс негізі. Давайте былай елестетейік. Ортасындағы шаршылар жоқ деп ойлайықшы. Осылар жоқ деп есептейік. Осы ортасында шаршылар жоқ деп ойласақ, онда қанша шаршы бар? Ортасында шаршылар жоқ деп ойласақ, қанша шаршы бар? Осыны есептейік. Енді қараңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Тоғыз шаршы бар, дұрыс па? Енді келесі, енді мынаны қараңыздар. Мынамен, менде 10. Келісесіздер ғой? 11-ші қайсысы? Мынамен 11-ші бізде. Мынамен 11. Келесі, 12-ші қайсысы? Бізде мынамен 12. Мынамен 12. И 13-ші қайсысы? Мынамен 13. Менде сыртындағымен қанша? Сыртындағымен менде қанша? Сыртындағымен 14. Мынамен 14. Менде сыртындағымен 14, иә? Жақсы. Енді бірақ біз бүйтіп қарасақ, бізде ортасында бар ғой. Бізде жаңа неше санадым, мен 14 санадым. Енді қараңыздар, мына жақта бізде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Охо, 8-ді қосам, қанша шықты? 22 шықты. Бірақ бізде 23-ші шаршы бар. 23-ші шаршы бізде қайсы екен? 23-ші шаршы менде мынау. Плюс 1, значит 23 шаршы бар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, келесі екінші есепке кеттік. Так, екінші есепте. Теңдеуді шешіңіз дейді. Қарапайым есеп. Қарапайым теңдеу. Так, теңдеу шешетін болсам, қараңыздар, былай шешейін. Мынаны ортақ бөлім нешеден берем? Мынаны 4-тен берем. 20 болады, иә? Мынаны 5-тен берем. Мынасында 1 бар деп ойлаймын. Мынаны 20-дан берем. Мынаны нешеден берем? 10-дан берем. Енді қараңыздар. Енді былай жазам, қараңыздар. 4 көбейтілген 3х плюс 5 қосылған 5 көбейтілген 9х минус 5 тең 6 көбейтілген 20 қосылған 10 көбейтілген 3х плюс 1 болады. Кесесіздер ғой? Жақсы. Сонда мына жақта 12х қосылған 20. Так, қосылған 45 минус 25 тең 120 плюс 30х плюс 10. Так, плюс 30х плюс 10. Жақсы. Енді мына жерде біздің х-іміз бар. Енді қараңыздар. Х-тарды 12х-қа 45х-ті қоса қаншаға тең? Менде 57х. Енді плюс 20 минус 25 нешеге тең? Минус 5-ке. Минус 5-ке. Так, 30х. Енді 120, 110 қаншаға тең? 140-қа тең, 140-қа тең. Енді істеймін. 57х-тан нешені азайтсам, 30х-ті азайтсам. Ол неге тең болады? 140 плюс 5-ке. Сонда бізде 27х тең неге тең болады? 145-ке. Х-тің мәні неге тең болады? Х-тің мәні осы жерден. Так, неге 130-ға тең болады екен? Мен мына жерде қателестім. 135-ке тең болады. Енді х-тің мәні неге тең болады? Осы жерден 5-ке тең болады. Онда есептің жауабы не болады? С болады, иә? Жақсы, келесі есепке кеттік. Так, значит, 2024-те келген бізде екінші есеп осы екен. Үшінші есеп шығарып көрейік. Так, үшінші есепте. Так, бізде үшінші есепте өзгеше фигураны тап дейді. Өзгеше фигура қаразы. Мынаны, егер астыға қарай айландыратын болсам, тура мына фигура шығады. Дәл осы фигураны бізде былай айландыратын болсақ, былайынан айландыратын болсақ, онда бізде дәл мына фигура шығады. Ал мына фигураны, осы үшінші фигураны қараңыздар, үшінші фигураны. Бізде былай обратно айландыратын болсақ, ол мынаған ұқсамайды. Онда бізде лишний фигура Б болады. Үшінші есептің жауабы онда Б шығады. Так, келесі есепте. Келесі есепте мынандай бір амалдар берілген. Мынандай амалдар берілген. Так, осындай бір амалдар берілген. Айтады бізге нені тап дейді. Осындай амалдар берсе, мынаның мәні неге тең дейді. Ең соңында мынаны тап дейді. Давайте формуланы жазайық. Бірінші әдіс. Мен формуланы жазатын болсам, формула былай болады, иә? Так, АБ тең А көбейтілген Б болады. Бірінші не берілген менде? 64 берілген. 64 берілген. Онда былай болады, қараңыздар. Мынандай 64. Тең, егер осы жағдайға кеп қалса, аның орнында 6 тұр, бұның орнында 4. Значит, 6 мен 4 не істей салам, көбейте салам. 6 көбейтем 24. Бізде осы неге тең дейді? Осының мәні, х-тің мәні. Осыдан шыққан мәні неге тең дейді? Х-қа тең дейді. Онда мынау х. Енді осы жерден екінші әдіс басталады. Қараңыздар, осы жерден екінші жағдай басталады.
Бізде екінші жағдай мынандай дейді. X неге тең дейді? Y-ға тең дейді. Мына жерде X бар дейді. Так, мына жақта бізде X бар дейді. Осы неге тең дейді? Y-ға тең дейді. Енді қараңыздар, орнына қоятын болсақ, мынаны орнына қоямын. X-ің орнына нені қоямын? Жаңа 24 әкелемін де қоямын. Енді сонда менде мынандай форма пайда болады. Осы 24. Бұған қай форманы қолданамын? Бұған мен мына форманы қолданамын. Қарасаңыздар, бұған қай форманы қолданамын? Бізде мына форманы қолданамын. Осы форманы қолданамын ғой. Ол форма бойынша қараңыздаршы, аның орнында не тұр бізде? Аның орнында 2 тұр, бұның орнында 4 тұр. Значит, ана формаға саламын. Сонда А қосылған Б, яғни 2 қосылған 4 көбейтілген қанша? 4. Значит, 6 көбейтілген 4, 24 қайтадан шығады. Осыны неге тең деп ал дейді? Осыны Y-ға тең деп. Осыны Y-ға тең деп ал. Енді үшінші жағдайды қарастырайын. Үшінші жағдайды мен үстіге жазайын. Так, қараңыздар. Үшінші жағдай. Енді үшінші жағдайды мен үстіге жазатын болсам, онда менде былай болады. Үшінші жағдай бізде мынау екен. Қараңыздар. Мынаны тап. Бізде Y-ның орнына нешені қоямын? 24 шығын. Ал бізде бұл жағдайда қай форманы қолданатын едік? Бізде бұл жағдайда есепті айтып тұр, бізге қай форманы қолдан деп тұр? Дәл осы жағдайда маған мына форманы қолдан деп тұр. Келісесіздер ғой? Жақсы, онда қандай болады? 2 көбейтілген 4 болады. Онда есептің жауабы 8 болады. Значит, мына 4-ші есептің жауабы неге тең болады екен? 8-ге тең болады екен. Жақсы, келесі есеп. Так, 5-ші есепте. 5-ші есепте. Так, 5-ші есепте қараңыздар. Бізде есепте былай айтылған. Шаршы алдымен 2 тең жартыға бөлінді дейді. Значит, мынау басында үлкен шаршы болды. 2 тең жартыға бөлінді дейді. Онда бізде ол қалай болады? Онда қалай болады? Так, мынау 2-ден 1 болады. Шаршының 2-ден 1 бөлігі. Мынау шы. Мынау да бір 2-ден 1 бөлігі. Мынау 2-ден 1 бөлігі, мынау да 2-ден 1 бөлігі шаршының. Дұрыс қой? Өйткені шаршыны басында не істеді? Осы шаршыны орта сызықпен тең екі жақтыға не істеді? Бөліп тастады. Ал жақсы, жақсы. Біз түсіндік, что шаршыны тең екі жартыға бөліп тастапты. Мынау 2-ден 1 бөлігі екен, мынау да 2-ден 1 бөлігі екен. Дұрыс қой, иә? Енді осы 2-ден 1-дің қаншасы боялған бізде? 3-тен 1 боялған. Қараңыздаршы. Мына жақта 3 тұр, 3-дің нешеуі боялған? 1 боялған. Дұрыс. Значит, мынаның қаншасы боялған? Көбейтем 3-тен 1. Так, көбейтем 3-тен 1. Онда мынаның алтынан 1 бөлігі боялған. Енді бізде есепті айтылған. Мына екінші жартысын, есептің шартында былай айтылған. Екінші оң жақ жартысын 4 тең бөлікке бөлінді. 4 тең бөлікке бөлінді. Ол айтып тұрған 4 тең бөлігі мынау 1, 2, 3, 4. Значит, қаншасы болған? 4-тен 2-сі болған. Мынаны 4-тен 2-ге көбейтем. 4-тен 2-ге көбейтем. 4-тен 2-ге көбейтем, е? Сонда 2-лі қысқарады да 4-тен 1 шығады. Енді шаршының жалпы қанша бөлігі боялған дейді? 6-тан 1-ге 4-тен 1 қосылған. 6-тан 1 қосылған 4-тен 1. Ортақ бөлім мынаған 3-тен болады, мынаған 2-ден болады. Сонда жалпы 12-ден 5 бөлігі не істелген? Боялған. Есептің жауабы А жауабы болады. Жақсы. Келесі. Так. Так, бізде 6-ші есепте. Так, 6-да бізде былай дейді. Фигураны не істеймін дейді? Бұрдым дейді. 270 градусқа бұрсам, онда қай күйге келеді дейді. Онда не істеймін? 270 градустан бізде жалпы толық бұрыш деген қанша градус? 360 градус па? 360 градуста мен азайтып тастаймын. Нешені 270 градусты. Қанша шығады? Менде 90 градус шығады. Значит, обратно жүремін. Қараңыздаршы. Мына сызықты 90 градус обратно жүрсем, мынаған келеді. Мына сызықты 90 градус обратно жүрсем, мынаған келеді. Мына сызықты 90 градус обратно жүрсем, мынаған келеді. Түсініп тұрсыздар ғой? Ал мына сызықты 90 градус обратно жүрсем, мынаған келеді. Барлығы орындалып тұр. Демек, есептің жауабы не болады? Б болады. Балалар, маған ренжімеңіздер, асығыс түсіндіріп жатсам, себебі уақыт аз, менде түсіруге уақыт болған жоқ, шыны керек. Жақсы, келесі 7-те. 7-те не дейді? Дұрыс нұсқаны анықтаңыз дейді. Дұрыс нұсқаны анықтаңыз. Мына теңсіздіктердің қайсысы дұрыс дейді? Қателеспесем, бізде қайсысы Д болатын еді жауабы. Мынау 7-тен 8. 7-тен 8-ден үлкен, мынау 4-тен 5. 4-тен 5-тен үлкен неше? 3-тен 4. Тексеріп көреміз. Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім неше болады? Так. 7-ге 4. 28 бола ма? Так. Қазір 1 минут, е. Бізде қай есеп еді мынау? Так.
жетіде бізде жауап б болады дейді. Мақұл, б жауабын тексеріп көрейікші. Мен просто уақыт тез істеу үшін б вариантымен тексере салайын. Или б вариант қате ма? Жетіде д дейді. Біз дұрыс бастаппыз ғой. Жақсы, жетіде д екен. Енді мақұл, басынан ортақ бөлім берейікші. 7-тен 8 дейді, мына жақта 4-тен 5 дейді, мына жақта 1,3-тен 1 дейді, иә. 1,3-тен 1 не деп алдым? Мен 3-тен 4 деп алдым. Так, 3-тен 4 деп алдым. Ортақ бөлім сонда неше болады? Так, ортақ бөлім неше болады сонда? Так, мынаған ровно 12-ден берем. Мына 21-ден берем. Мына неден берем? 28-ден берейін деп тұрмын ғой. Сонда мынау 84-тен қанша болады? 84-тен 96 болады. Одан үлкен 84-тен қанша? 105. Одан үлкен 84-тен қанша? 4-ке 28 бөлсек қанша бізде? 4-ке бөлген 28, 112 шығады. Жауап д болады. Мен балалар дайын вариантымен шығара салдым. Просто шығар жолын сіздерге көрсету үшін. Қараңыздар, 84-тен 26-тан 84-тен 105 үлкен, ондан 84-тен неше үлкен? 112 үлкен. Значит, есептің жауабы не болады? Д болады. Келесі есеп. Так, 8-ші есепте. 8 есепті былай шығарсақ болады, иә? 8-ді қалай шығарсақ болады? Мынадан 1020-дан азайта саламыз 450. 7 болады да қанша болады? 5 болады. Дұрыс қой, иә? Онда есептің жауабы мынау граммен ғой. Есептің жауабы бізде 8-де не бола салады екен? Б варианты бола салады екен. Дұрыс қой, иә? Жақсы, кеттік. Келесі есеп. Так, 9-да. Мынау ең қиын есеп болт және гайкаға берілген есеп, иә? Жақсы. Бұл есепті былай шығарады екенбіз. Қараңыздар. Бізде бірінші мынау нәрсе керек. Бізде есепте бірінші былай дейді. Бізде 31-дей болтпен толтырған металл қораптың салмағы мынанша дейді. Енді қараңыздар. 30 болт қосылған қораптың салмағы нешеге тең дейді? 1/18-ге тең дейді. Давайте 1/18 дегенде 1180 деп ала берейікші. Болады ғой, граммға айландырсақ. Жақсы, 70 гайка қосылған қорап 1540. Жақсы. Енді бізде болат пен гайканың қатынасы неге тең дейді? 5-тің 3-ге қатынасы. Бұл есеп шығарышын былай айтсақ болады. Болатты x деп алсақ болады. Болат x болса, гайка белгісіз 3-тен 5. Значит, 300-дің гайканы табатын болсақ, 3-ті x-қа көбейтем бөлім 5-ке. Гайка неге тең болады? 0,6x-қа тең болады. Дұрыс қой. Енді орнына қоямын, қараңыздар. Так, орнына қойсам, 30 болат болса, 30 неге көбейтем? Болаттың орнында x тұр ғой. 30 көбейткен x қосылған қорап тең 1180. Енді бізде 70 гайка дейді. Қараңыздар, 70 гайка. Гайканың орнында не тұр? Менде 0,6x тұр. 70-ті көбейтем нешеге? 0,6x-ға. Қосылған қорап нешеге тең болады? 1540-қа тең. Енді мынаны дальше шығарамын, қараңыздар. Мынау дегеніміз неге тең бізде? 30x. 30x қосылған қорап тең 1180. Мына екеуін көбейтсе қаншаға тең болады? Менде 42-ге тең болады. 42x қосылған қорап неге тең болады? 1540-қа. Енді осы жерден бізге қораптың массасын табайық. Оны қалай табамыз? Мен жою тәсілі деген бар, астына үстіне азайтып тастаймын. Немесе, иә, астына үстіне азайтып тастаймын. Мына екеуін жойып тастаймын. Онда ол неге тең болады? Так, 42x минус 30x-қа тең болады. Ол неге тең? 1540 азайтылған 1180-ге тең. Дұрыс қой. Мен 12x неге тең болады? 1540-тан азайтып тастаймыз. Так, 1540-тан азайтып тастаймын 1180-ді. Қаншаға тең болады? 360-қа тең болады. X тең 20-ға тең болады, е? X тең 20-ға тең болады. Дұрыс па? Мен или қате есептедім ба? 1,5-4-тен азайтсақ, 1,1-8, так. 1,5-4 азайтқан 1,1-8, 0,36-ға тең болады. Осыны нешеге бөлеміз? Бәрі байланып кеткен кезде 12-ге бөлеміз, е? Мынанша болады екен, е? Мен мына жерде қате бөліппін, е, балалар? Мына жақта қанша болады екен? X-тің мәні 30-ға тең болады екен. Жақсы. Енді нені сұрап тұр есепте? Қанша гайканың салмағы қанша қорапқа не дейді? Тең дейді. Дұрыс па? Жақсы.
Енді қараңыздар, x деген не? X деген не бұл есепте? X деген не? X деген біз жаңа басына не деп алдық? Біз болат деп алдық, дұрыс қой? Онда болат бізде x болса, ол нешеге, мына жақта 30 шықты, ол 30-ға тең болады. Гайка неге тең? Гайка бізде 0,6x болды ғой. Значит, гайка неге тең? 0,6 көбейтілген 30. Гайка 18-ге тең. Онда бір болаттың массасы 30, бір гайканың массасы 18. Енді бізде есепті сұрайды. Қанша гайканың массасы 3 болаттың массасына тең? Қанша гайканың массасы 3 болаттың массасына тең? Қанша гайканың массасы 3 болаттың қанша гайканың массасы 3 болаттың массасына тең? 3 болаттың массасын табайын. Бізде қараңыздаршы, болаттың массасы қаншаға тең еді? Болаттың массасы 30 болса, 3-ті 30-ға бөлсем қанша болады? 90 болады. Дұрыс қой? Яғни 3 болаттың массасы менде нешеге тең? 90. 90-ды бөлем гайканың массасына 18-ге. Сонда неше шығады? 5 шығады. Значит, менде 3 болаттың массасы тең 3 болаттың массасы тең 5 гайканың массасына. Болды, есеп бітті. Үш жерден. Так, келесі. Сонда есептің жауабы 5 болады. Дәл осы есеп. Дәл осы есеп. Дәл осы есепте нені сұрап тұр бізде? Қораптың массасын сұрап тұр. Қораптың массасын сұрап тұр. Ал енді ол қораптың массасын мына жерден шығара саламыз. 30 болат қосылған қорап тең қаншаға тең еді? 1180-ге тең еді басында. Қарасаңыздар. Енді 30 көбейтілген немді болаттың орнына нешен қоямын? Болаттың массасы жаңа 30 шықты ғой, 30 қоямын. Қосылған қорап тең қаншаға? 1180-ге. Сонда 900 қосылған қорап тең нешеге? 1180. Қорап неге тең? 1180 минус 900. Қорап неге тең? 280-ге. Есептің жауабы онда қораптың массасы 280 шығады екен. Келесі есеп. Так, теңсіздікті шешіңіз дейді. Жақсы, теңсіздікті шешейік. Жақсы, теңсіздікті шешейік. Мен жылдам шешуге тырысамын. Ортақ бөлім неше болады? Давайте мына жерге берейік тек қана ортақ бөлім. Мынаған 2-ден береміз, мынаған 1-ден береміз. Сонда мына жақ қанша болады? Онда бүйтіп жазайын. Ортақ бөлім берсем қандай болады сонда? 6х бөлінген 4 минус 3х минус 5 бөлінген 4. Мына 5-тен қанша? 5-тен 17. Қосам 5-тен 7х. Так, мынаған 5-тен берем, мынаған 5-тен берем, мынаған 4-тен берем, мынаған 4-тен берем. Сонда екеуін көбейтеміз. Мына қызылдарды үстіне көбейтіп жазсам сонда 30х минус 5, 3х минус 5. Так, 17-ге 4-ті көбейтсең қанша болады бізде? 40 қосылған 7, 68. 68 қосылған 28х. Енді 30х минус 15х плюс 25. 68 қосылған 28х. Енді мына азайтса қаншаға тең болады бізде? Так, 15х-ға тең болады. 15х қосылған 25, 68 қосылған 28х. Енді 15х-тан азайтсам 28х-ті. Ол тең болады неге? 68 минус 25-ке. Минус 13х, 68-ден нешен азайтса, 25 азайтса қанша бізде? 43. Енді х-тің мәні тең болады. Егер бізде теңсіздікте теріс санды екінші жағынан бөлетін болсақ, теңсіздік бағыты ауысып кетеді. 43 бөлінген минус 13. Х минус 43, 13. Онда х неден артық? Мынадан қандай болады? Артық болады екен. Онда есептің жауабы менде не болады 11-ші есепте? Так, 11-ші есепте менде есептің жауабы А дейді. Значит, менде дұрыс шықты. Жақсы, келесі есеп. Так, 12-ші есепте. Бізде қараңыздар, бізде қате амалдар берілген. Мынаны көбейткен кезде бізде қате шыққан, мынаны көбейткен кезде бізде қандай шыққан? Қате шыққан. И 174-ке 2-ні көбейтсең қанша? Енді байқашы, 3-ке 3-ті көбейтсең қанша? 9, 3-ке 4-ті көбейтсең 12 бүтін бөлігі бар ғой.
ойдағы бар ғой, ойдан жазбағанда бүтін бөлік емес ойдағы, иә, ойдағын жазбағанда сразу 12 деп жазсаң байқасаңыздар. Мына жақта төртке төртті өтсең, бізде ойда сан қалу керек, ойдағын жазбағанда не істей салған, сразу 16 жаза салған. Қарасаңыздар, сразу мына жерде 16 жаза салған. Значит, осындай бір ошибка осы жерде де. Онда 174-ке 2-ні көбейте саламыз. Қараңыздар, 2-ке 4-ті көбейтсек 8, 2-ке 7-ні көбейтсек менде 14, 2-ке 1-ті көбейтсек мынанша. Есептің жауабы қанша болса, С болса. Так, жақсы. Келесі. Бізде мына аралықта қанша үшке еселі қанша сан бар дейді. 25 пен 109-ның арасында бізге үшке еселі қанша сан бар дейді. Ең бірінші неше бізде? 27 ғой. Ең соңғысы 108. Енді 27 мен 108-ның арасында үшке бөлінетін қанша сан бар екенін табамын. 27 мен 108-ді қосқан кезде. Сонда мынаны азайтамын. Онда 108-ден нешені азайтамын? 108-ден 27-ні азайтамын. Қанша болады? 81 болады. 81 неге бөлем? 3-ке бөлем. Не үшін? Өйткені 27-тен кейін 30, 30-дан кейін 33, 33-тен кейін 36. Разницасы қанша? Менде 3, иә. Сол үшін мынаны 3-ке бөлем 27 болады. Бірақ 27-ге 1-ді қосам. Не үшін қосам? Өйткені мен 108-ден 27-ні азайтқан кезде 27-ні жоқ деп есептеп кеттім. Сол үшін қосам, онда есептің жауабы 28 болады. Онда есептің жауабы не болады? А болады. Жақсы. Келесі бір жақсы есеп берілген. Так, келесі бір жақсы есеп беріліпті. Бізде есепте былай дейді. Так, так. Бізде кірпіштер берілген. Ол кірпіштерді қойған, осылай қойған. Осылай қойған дейді. Осылай қойған кезде бізде мынандай болады. Егер де былайынан орналастырсақ, қараңыз, мынау боковой, шетінен қарағанда ғой. Мына шеттің ұзындығын біз x деп аламыз. Мынау да x көрініп тұр, иә. Онда ортадағы y болады. Онда қараңыздар, бізде сонда x қосқан y қосқан x неге тең болады? 58-ге тең болады. Өйткені 58 деп көрсетіліп тұр ғой. Мына шетін қарайықшы, мына шетінде. Мына шетін есептейтін болсақ, бізде былай болады, иә. Мынау неге тең? Мынау x дейді, мынау x дейді, мынау y дейді, мынау y дейді, мынау x дейді. Онда 3x қосқан 2y неге тең болады? 94-ге тең болады. Дұрыс қой. Өйткені мына жақта 1 екені көрініп тұр ғой, x, 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 y, y. Енді мынаны алып аламыз. Ол неге тең болады? Так, 2x қосқан y тең нешеге? 58-ге. Мына жақта 3x қосқан 2y неге тең? 94-ге. Дұрыс қой. Енді мына жерден теңдеулер жүйесін шешейік. Қарапайым, оны егер де жақсы билға дайындалған оқушы болса, ол кез келген оқушы не істеп тастау керек? Теңдеулер жүйесін шығарып тастау керек. Жақсы. Так, мына жақта неше болады? 94 болады екен, иә? Мына жерде 94 болады. Енді қараңыздар. Мына жерде 94, иә? Мына жерде теңдеулерді шешкен кезде, осыны шешкен кезде бізде x-ті мәні неге тең болады екен? 22-ге, y-ті мәні 14-ке. Дұрыс қой. Онда бірінші есепте нені сұрап тұр? Яғни значение кирпича дейді. Яғни ашты сұрап тұр. Аш деген бұл жерде биіктігі болып тұр ғой. Биіктігі болып тұр ғой. Онда бізде 22-ге тең. Биіктігі 22 болып тұр. Не үшін? Өйткені бізде суретте көрсетілген мына жерде 22, мына аш деген биіктігі екен. Мына биіктігі екен суретте көрсетілген. Келесі, дальше кеттік. Дәл сол есеп енді көлемін табыңыз дейді. Кірпіштің көлемін табыңыз дейді. Дәл осы есеп кірпіштің көлемін табыңыз дейді. Жақсы. Бізде x тең 22, y тең так. Бізде қандай мәндер шықты, иә? Қазір еске алайықшы. Так, x тең қаншаға? X тең 22, y тең қаншаға? 14-ке. Деген шықты ғой, иә? Қарайтын болсақ, бізде есептің шартында мынандай нәрсе айтылған. Кірпіштің табаны шаршы және биіктігі h дейді. Кірпіштің табаны шаршы, биіктігі h дейді. Значит, қараңыздаршы. Онда мына жер 14 болса, мына жерде 14, мына жерде 14, мына жерде 14 болады. Мына жер 22 болса, мынау да 22 болады. Мына жер 22 болды жаңа, иә? Значит, мына үсті қаншадан болады? 14-тен, 14-тен, 14-тен болады. Астышы 14-тен, 14-тен болады. Енді фигураның көлем табудың формасы қандай менде? А көбейтілген Б көбейтілген С емес па? Бұл жерде ұзындығы мен ен бірдей болып тұр. Онда 14 көбейтілген 14 болса неше болады? 22 болады. Сонда 14 көбейтілген 14 көбейтілген қанша? 22. Қаншаға тең болады? 4312. Сонда есептің жауабы 4312 шығады екен. Жақсы, кеттік. Жауап сонда бұл болады, иә? Жақсы. 16-та.
Енді қараңыздар, бізде мына фигураны полный бояп тастады дейді. Үш беті ғана боялған фигура қанша дейді. Мына фигураны елестетін болсақ, мына шеті, и үш беті боялған оның мына шеті де, мына бір шетте боялған. Енді қараңыздар, мына фигураның астындағы фигураның, осы фигураның астындағы фигураны елестету керек. Оның да қанша шеті боялған? Үш шеті боялған. Түсінікті ма? Ана фигура, мен мынаны белгіледім ғой, қараңыздар. Мынаның астындағы фигураны да бізде қанша шеті боялған? Үш шеті боялған. Значит, үш шеті боялған фигура менде екеу. Жақсы, келесі 17-ші есепте. Так, 17-ні айтып шығарамыз. Бізде мынандай формулалар берілген, мынаны мән тап дейді. Қара. Бірінші мынаны есептейміз. Осы неге тең есептейміз. Ол қай формаға келеді? Мына формаға келеді. X орнында не тұр? А тұр. X орнында 2 тұр. Онда 2-нің квадраты неге тең? А-ға. Онда А тең неге тең? 4-ке. Значит, мынаның орнына нешені қоямын мен? 4-ті қоямын. Онда былай болады. 4. Плюс қанша? 2. Минус қанша? 3. Плюс b дейді. Бұның орнында неше тұратынын табамын. Бұның орнында неше тұратынын табу үшін не істеймін мен? Бұның орнында неше тұратынын табу үшін мен не істеймін? Мен мынаны аламын да қойсам. Ол қай формаға қоямын мен? Мынаны қай формаға қоямын? Мына формаға қоямын. Жақсы. Бір. Сонда x-ның орнына 1-ді қойсақ, 1 болады да, 1-дің кубы неге тең? 1-ге тең. Значит, мына жерде 1 болады. Онда 4-тің, енді қараңыз, мынаны қай формасынан, қайта мына кубтың формасынан. 4-тің кубы, қосылған 2-нің квадраты, азайтылған 3-тің кубы, қосылған 1-дің квадраты болады. 4-тің кубы 64, қосылған 4, азайтылған 3-тің кубы 27, қосылған 1. Так, 68 минус қанша? 26 болады. Үшін есептің жауабы 42 шығады. Есептің жауабы болады онда. Так, 18-де. Так. Балалар, мен қайтадан айтамын. Уақыт аз. Сондықтан мен тез түсіндіріп жатырмын. Егер түсінсіз болса, жай қойып түсініп алыңыздар, иә. Жақсы, келесі. Бізде осылай берілген дейді, бұл есеп былай шығарамыз, қараңыздар. А қанша рет кездеседі дейді? 137 рет. Мен бұл есеп былай шығардым. Енді 157 неге бөлем? 137 рет дейді ғой. Мен 137 неге бөлем? Біреу, екеу, үшеу. Үшке бөлем. Не үшін? Өйткені каждыйында мынау бірінші ряд, мынау екінші ряд, үшінші ряд деп ойлайықшы. Каждый рядта А неше рет кеседі? 3 рет кеседі. Значит, 137 неге бөлем? Мен үшке бөлем. Онда неге тең болады? 45 бүтін 3-тен 2-ге тең болады. Значит, бұның 45 мағынасы не математикадағы? Математикада 45 мағынасы мынандай. АБА СА болса, қараңыздар, АБА СА болса, бізде АБА СА болса, мына 45-ші ряд, мына 45 математикадағы мағынасы 45-ші ряд бітті деген сөз. Значит, мен 46-ші рядта жүрмін деген сөз. 46-ші рядта жүрмін деген сөз. Значит, мына жақта 46-ші ряд басталып кетті. Мына 46-ші қатар бізде. И екі қалдық деген, қараңыз, мына екі қалдықтың мағынасын түсіндіріп беремін. Біз 45-ші рядтан қатардан өтіп кеттік, уже 46-ші ряд қатарда жүрміз. Мынау қараңыз, мен мынаны 45-ші қатар деп алдым жаңа. Өйткені мынаны 1, 2, 3, мынаны 45, мынаны 46 деп алдық па? Мен мынаны 45-ші қатар деп алдым. Екі қалдық па? Мынау бірінші қалдық, мынау екінші қалдық. Мына екі қалдықтың математикадағы мағынасы міне осы жерде жатыр. Түсініп тұрсыздар ма? Екі қалдықтың математикадағы мағынасы бізде осы жерде жатыр. Енді бірақ мына жерде соңында А болмайды. Не үшін соңында А болмайды? Себебі бізде 3 қалдық қалған жоқ, 2 қалдық қалды. Жақсы, енді А-ның мәнін санаймын. А-ның мәні қанша еді? Бізде 137 еді. Бұның мәні ше? Бұның мәні, қараңыздар, мына жерде Б қанша еді? Мына жерде біреу. Бірінші рядта Б біреу, екінші рядта Б біреу, үшінші рядта Б біреу. Дұрыс па? 45-ші рядта да Б біреу, 46-ші рядта да Б біреу. Значит, бұлардың саны 46. Енді сылардың саны. Сылар бірінші рядта С біреу, екінші рядта С біреу, үшінші рядта С біреу. 45-ші рядта да С қанша? С біреу. Дұрыс па? Значит, 46-ші рядта да С біреу. Онда сылардың саны да 46. Енді осының барлығын қосамыз. Қоссақ қанша шығады бізде? 137 қосылған 46, қосылған 46 бізде қанша шығады? 229 шығады. Есептің жауабы не болады? Д болады. Есеп осы жерден бітеді.
Жақсы, келесі. 19-шы есеп. 19-да былай дейді. Аның қаншасы жерге кірген дейді. Аның мынаның үштен бірі жерге кірген дейді. Онда үштен екісі кірмеген. Мынаның қаншасы жерге кірген дейді. Мына бұның. Сегізден бір жерге кірген дейді. Қаншасы кірмеген? Сегізден жетісі кірмеген. Дұрыс па? Жақсы. Енді бізде үсті тең дейді. Давайте мына аның ұзындығын x, мынанікін y, бұныкін y деп ойлайық. Онда бізде үсті жағы тең ғой. Үсті жағы тең деген мен не айтып тұрмын? Мына мен мынаның, мынау бізде тең ғой. Онда не тең? Үштен екі x тең неге? Сегізден жеті y-ға. Дұрыс па? Мынау x болады, бізде мынау y болады. Енді үштен бірі x азайтылған сегізден бір y неге тең болады? 30-ға. Не үшін? Не үшін мен бұлай теңелу жүйесін қойдым? Себебі мынада, қараңыздар. Бізде үсті жағы тең деген. Яғни, мынаның үштен бір кірсе, үштен екісі кірмеген. Сегізден бір кірсе, сегізден жетісі кірмеген. Яғни, үштен екі мен сегізден жеті қандай тең бізде? Дұрыс қой. Енді асты жағындардың разницасы 30 деп суретте көрсетіліп тұр, иә? Асты жағының разницасы бізде қанша деп көрсетіліп тұр? 30 деп көрсетіліп тұр. Значит, так, үштен бір x-тан азайтып тастаймын, сегізден бір y-ді неге тең? 30-ға тең. Мынау не бізде? Қараңыздаршы, мынау шыққан нәрсе не бізде? Үштен екі x тең сегізден жеті y, және үштен бір x минус сегізден жеті y деген бұл бізде теңдеулі жүйесі, иә? Теңдеулі жүйесі. Мен мынаны шығарып көрсетпеймін, себебі бұның бәрін шығарып отыруға уже уақыт жоқ. Мен фотомазбен шығара саламын қазір. Так, x мән қаншаға тең болады? X мән менде 126-ға тең болады, y мән 96-ға тең болады. Енді менен есептен не сұраған? X плюс y сұраған. Значит, 126 қосылған 96-ны сұраған. Дұрыс қой, иә? 126 қосылған 96-ны сұраған. Бұл қаншаға тең болады? 222-ге тең болады. Значит, бізге а қосылған b-ның ұзындығын сұраған ғой. Біз оны x, y деп алдық қой. Екеуін қосқан кезде бізде есептің жауабы қанша шығады? 226 шығады. Жақсы. Соны ғана сұраған ба? Соны ғана сұрапты, жақсы, кеттік. 20-да. Так, 20-да қараңыздар. Асылбек А нүктесінен Б нүктесіне қарай 10 км сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін Марат А нүктесінен Б нүктесіне қарай мынандай жылдамдықпен жүрді. Егер А нүктелерінің арасы мынанша болса, енді қараңыз, былай шығарамыз. Асылбек 10 км сағат жылдамдықпен қанша сағат жүрді? 2 сағат. Қанша километр жүрді? 20 км. Енді біреу екіншісін қанша уақытта қуып жетеді деп жатыр ғой. Онда 20 км бөле салам жылдамдықтарының разницасына. 15 азайтылған 10-ға. 20 бөле салам 5-ке қанша шығады? 4 шығады. Есептің жауабы онда 4 шығады. Есеп осы жерден бітеді. Так, келесі есеп. Мына есеп. Бұл есеп. Так. Бізде бұл есепте. Бұл есеп шығар үшін былай шығарады екенбіз. Давайте мен мынаны бір асан деп ойлаймын. Сөйтсем мына екеуінің орнын ауыстыра саламын. Үштен бір орын ауыстырамын, сонда тең болады неге? 1 минус 3, 1 қосылған 3, 1 минус 2 плюс осыған тең болады. Мен не істедім? Мен мына екі қызылмен белгілегендердің орнын не істедім? Ауыстырып жібердім. Дұрыс қой? Жақсы. Енді мен былай ойлайық. Давайте мынаны былай ойлайық. Қараңыздар. Үштен бір тең 1 азайтылған, мен мынаның барлығын бір асан деп ойлаймын. Онда А неге тең? А үштен екіге тең. Қарапайым теңдеу, иә? А үштен екіге тең. Онда мен қандай тұжырым айта аламын бұл жерде? Бұл жерде мен қандай тұжырым айта аламын? Бұл жерде мен мынандай тұжырым айта аламын. Мынау менде үштен екіге тең деп айта аламын. Дұрыс қой? Осыны мен үштен екіге тең деп айта аламын. Сонда 3 бөлінген 1 қосылған 3, 1 минус 2, 1 плюс x тең нешеге? 3-тен 2. Не істеймін мен? Давайте қызық. Мынамен мынаны орнына ауыстырсайын. Не шығады менде сонда? 3 бөлінген 3-тен 2 тең болады неге?
3 bölünген 3'ten 2. 1 plus 3. 1 plus 90 тең болады. Дұрыс қой? Енді мынаны бөлем. Мынаны бөлем. 3-ті 3-тен 2 бөлсем менде қаншаға тең болады? 3-ті 3-тен 2 бөлсем. 3 бөлінген 3-тен 2. Менде 2-ден 9 болады. Онда 2-ден 9 тең неге? 1 плюс 3 бөлінген 1 плюс 3 1 минус осыған. Енді не істеймін мен? 2-ден 9-дан 1-ді азайтамын. 2-ден 9-дан 1-ді азайтамын. Қанша болады менде? 2-ден 9-дан 1-ді азайтсақ, бізде 2-ден 9-дан 4,5, 4,5-дан 1-ді азайтсам 3,5. Онда 3,5 тең болады неге? 1 плюс 3 1 минус 2 1 плюс x-ға тең болады. Келісесіздер ғой? Енді мен тағы не істеймін? Тағы мен мынаны орнына ауыстыра саламын. Осыны екеуін орнына ауыстыра саламын. Онда ол қалай болады? Екеуін орнына ауыстыра салсам. 1 плюс 3 1 минус 2 1 плюс x тең нешеге тең болады? 3 бөлінген 3,5-ға тең болады. Жақсы. Так, 3 бөлінген 3,5-ға тең болады. Так, енді мына екеуін бөлсек, 3-ті 3,5-ға бөлсек қаншаға тең бізде? 3-ті 3,5-ға бөлгенде мен былай есептейінші. 3 бөлінген 3,5 дегеніміз бізде 3 бөлінген 2-ден 7 деген сөз. Дұрыс қой, бұл 3 көбейтілген 7-ден 2 деген сөз, бұл 7-ден 6-ға тең. Жақсы. Сонда бұны біз 7-ден 6 деп алайық. 7-ден 6 деп алайық. Онда бізде не болады? Енді мынаны табамын, қараңыздар, мынаны табамын. Ол бізде неге тең болады? Бізде 1 минус 2 1 плюс x тең болады 7-ден 6 минус 1-ге. Сонда бұл неге тең болады? 3 1 минус 2 плюс 1 плюс x тең нешеге тең болады? Минус 7-ден 1-ге тең болады. Енді теңдеулер жүйесін осы жерден пропорциямен былайына шешетін болсақ, мына жаққа неше барады? Енді осы жерде так, осы жерден шешетін болсақ, бізде мына екеуінің көбейтіндісі бізде 21 болады. Тең болады неге? Минус 1 көбейтілген 1 минус мына 21 тең болады минус 1 плюс мына жаққа не істейді? Өтеді. Онда 22 тең болады неге? Осыған, дұрыс па? Сонда 22 қосқан 2x мен есепті қателесіп кеттім бір жерде. Басын шығарайықшы. Так, мен есепті қателесіп кеттім. Бізде дұрыс жауап шыққан жоқ. Так, мен есепті қателесіп кеттім. Мынаның басына шығарайыншы мен. Так, мына екеуін орнына ауыстырсам менде не болады? 3-тен 1 тең болады неге? 1 минус 3 1 плюс 3 1 минус 2 1 плюс x-қа. Дұрыс қой, мен екеуін орнына ауыстырдым, былай болды. Яғни 1-ден 3-тен 2-ні азайтсам, мынау неге тең? Сонда осы жерден мынаның 3-тен 2-ге тең екенін түсінуге болады, Өйткені 3-тен 1-ден 1-ді азайтсаң, минус 3-тен 2 болады, сонда минус 3-тен 2-ге тең болып тұр, Сонда мынау 3-тен 2-ге тең болады. Мынау 3-тен 2-ге тең болады. 3-тен 2-ге тең болады. Дұрыс қой? Давайте енді бүйтейін. Мен мына екеуін орнына ауыстырайын. Мына екеуін орнына ауыстырайын. Қайтадан мына екеуін орнына ауыстырайын. Мына екеуін орнына ауыстырайын. Ол екеуін орнына ауыстырсам менде қалай болады? Ол екеуін орнына ауыстырсам менде былай болады. 3-тен 2 тең болады 1 плюс 3 1 минус осыған тең болады, Енді 3-тен 2-ге бөлсем неге тең болады? 3 көбейтілген 2-ден 3 болады да 2-ден 9-ға тең болады. 2-ден 9-ға тең болады. Значит, мына неге тең болады? Мына жер 2-ден 9-ға тең болады. Мына жер 2-ден 9-ға тең болады. Енді мен не істеймін енді? Мен енді 2-ден 9-дан
2-ден 9-дан нені азайтамын? 1-ді азайтамын. Немесе былай ойлансақ болады мына жерде ше. Мына жерде 4,5 ғой. Бірге, бірге қай санды қоссаң 4,5 шығады? Значит 3,5, значит мына 3,5-ға тең, е? Онда 1 минус мынау неге тең? Менде 3,5-ға тең. 3,5-ға тең. 3,5-ға тең. Енді мен не істеймін? Мына екеуінің орнын қайтадан не істеймін? Алмастырамын. Мына орнын алмастырып тастаймын. 3 бөлінген 3,5 тең неге? 1 минус 2, 1 плюс x-қа. 3-ті 3,5-ға бөлсем неге тең болады мен? Бөлейікші. 3 бөлінген 3,5. 3 бөлінген мынанша. 3 бөлінген 7-тен 2, мынау 7-тен 6-ға тең болады. Дұрыс қой, е? Мынау 7-тен 6-ға тең болады деген. Не? Сонда мына жер 7-тен 6-ға тең болады екен. Енді мынаны бір енді былай ойланайықшы. 7-тен 6-дан 1-ден қай санды азайтсаң 7-тен 6? 7-тен 1 ғой. Қарашы. 1-ден 7-тен 1-ді азайтсам нешеге тең болады? 7-тен 6-ға тең болады. Значит, мынаның мәні неге тең? 7-тен 1-ге тең. Осы жерден 2-ге 7-ні көбейтемін пропорция бойынша. Бұл тең болады 1 қосқан x көбейтілген 1-ге. Бұл жерден 14 тең болады 1 қосқан x-қа, x-дің мәні неге тең болады? 13-ге тең болады. Жақсы. Есеп бітті. Так, келесі. 22-ші есеп. 22-де не дейді бізде? Төменде 40 оқушыны А-дан Б-ға дейінгі сүйікті тағам түрінен дауыс беру нәтижесі көрсетілген дейді. И қайсысы болады дейді. Енді қараңыз, бұл есеп былайша жасасақ болады. Бізде қанша адам? 40 оқушы. 40 оқушы ғой. Бізде 40 оқушы. Енді қарайшы, жауапсыз болады не үшін? Мысалы, Б қанша? Б бізде қанша болып тұр? Б бізде 10-ға тең болып тұр. Енді қарайшы, бізде 40 деген жалпы болып тұр ғой, бұл жерде 360 градус болып тұр да. 10 деген x градус болады. Осы жерден пропорцияның x мәні қанша шығады? 90 шығады. Значит, мына жерде қараңыздаршы, b-ның мәні 90 ғой, кеп тұр ғой, кеп тұр. Әдемі кеп тұр. Жақсы. Енді А-ның мәні. А-ның мәні бізде 4. 4 деген қанша? Ол 10% ғой. Қара, 40 бізде 360 болса, 4 деген x болады да, бізде 36 градус болады. Бізде 36 градус қайсысы болады? D немесе А болады. Пока что белгісіз. Пока что белгісіз, е? Жақсы. Енді байқайтын болсақ, 90 градустан үлкен бізде бір ақ мән бар. Қараңыздаршы, мынау 90 градусқа тең болды ғой. Осыдан үлкен бізде бір ақ мән бар, ол Е. Значит, мынау Е болады. Кеп тұр ма? С варианты кеп тұр, е? Енді С. Енді дальше салыстыра саламыз. Қараңыздар, мына жерде С-ның мәні неден үлкен? Д-дан үлкен. Үлкен болып тұр ғой. И Д-ның мәні мына жерде неден үлкен? А-дан үлкен. Значит, Д-ның мәні мына жерде А-дан үлкен болып тұр. Значит, есептің жауабы С варианты деп есепсақ болады. Жақсы. Мына есепте 23-те. 23-те ортақ бөлім берсек. Мынаған нешеден береміз? Мынаған 5-тен, мынаған жоқ 100 болады, е? Так. Так, ортасында 100-ден болса, мынаған нешеден берем? 4-тен, мынаған 20-дан, мынаған 25-тен. Так. Мынаған ортақ бөлім неше болады өзі? 20 болады, е? Мынаған 10-нан, мынаған 5-тен, мынаған 4-тен. Онда есептейікші, мынау 100-ден қаншаға тең болады? 100-ден 16 қосылған 100-ден 20 азайтылған 100-ден 25. Мынау 20-дан 10 қосылған 20-дан 15 қосылған 20-дан 8. Дұрыс қой, е? Енді есептесек, е? Так, есептесек, мынаны қоса қанша болады? 100-ден 36, 36-тан 25 азайтсаң қанша болады? 11 болады. Мына 100-ден 11 болады үсті. Астышы. 20, мынаны қоса 25, 25-ке 8 қоссаң 33 болады, 20-дан 33 болады. Енді бөле саламыз.
бөлсек мен 100-ден 11-ді бөле салам неге? 20-дан 33-ке. Бұл тең болады неге? 100-ден 11 көбейтілген 33-тен 20. Так, мынаны нештен берем? Мынаны 1-ден берем, мынаны 5-тен берем, мынаны 1-ден берем, мынаны 3-тен берем. Есептің жауабы 15-тен 1 шығады. Есептің жауабы С шығады, е? 23-тен неше шығады? С шығады ма? Так, 23 С шығады екен, е, кеттік. Так. Жақсы. Енді мына есеп қалай шығарады? Мына есеп былай шығарады, қараңыздар. Мына жер неше? Мына жер бізде 2. Мына жер ше? 2. Мен бүйтіп ойлаймын. Ортадағы жоқ деп ойлаймын. Сөйтсем де астын мен үстін қоса саламын. Яғни мен мынаны қараңыздар, мен мынаны әкелемін да мына астына осыған қосып жіберемін, екеуін қосып жіберемін. Сонда қандай фигура пайда болады менде? Мынандай бір фигура пайда болады. Ұзындығы өзгермейді. Осындай фигура пайда болады. Осындай бір фигура. Өйткені мен асты мен үстін не істедім? Қосып жібердім ғой. Бірақ мына жерде мынандай момент бар, қараңыздар. Асты мен үстін қосып жіберген кезде бізде несі өзгерген жоқ? Асты мен үстін қосып жіберген кезде менде несі өзгерген жоқ? Мынау 25, мынау 25 болды. Бізде асты мен үстін қосып жіберген кезде бізде несі өзгерген жоқ? Бізде ұзындық өзгерген жоқ. 25 болып қайтты. Бірақ ені өзгеріп кетті ғой. Мына жер 2 еді ғой. 11-ден 2-ні азайтып тастаймын ғой. Не үшін? Өйткені асты үстіне не істеді? Қосылып кетті ғой. Онда мына 9 болады. Дұрыс қой? Енді 11 25-ке бөлсем қанша болады? 275 болады менде. Дұрыс па? Мына біріншінің ауданы. Ал мына жаққа 25-ті 9-ға бөлсең қаншаға тең болады? 225 болады. Значит, жолдың ауданы мына екеуінің разницасы болады. 275 азайтқан 225 қаншаға тең болады? 50-ге тең болады. Значит, жолдың ауданы 50. Есеп өшірдім, бітеді. Так, келесі есеп. 25-те. Енді мына есеп қайтып жатады. Мына есеп былай шығарсаңыздар болады. Так, мынаны мен x деп алайын. Мынаны x деп алсам, мынау неге тең болады? Y-ға тең болады. Мынаны x деп алайын. Онда мынау y, мынау y. Енді қараңыздар. Бізде 6 қосылған x қосылған y қосылған x. Сонда неге тең болады? 6 қосылған x қосылған y қосылған x неге тең болады? Бізде 57-ге тең болады. Не үшін 57 астында көрсетілген? Дұрыс па? X қосылған y қосылған y неге тең болады? Ол да 57-ге тең болады. Значит, бізде есептің түрі қандай болады? Осындай болады. Дұрыс па? Енді келесі мына есеп шығарып көрейік. Енді теңдеулер жүйесі оны өздерің шығарасыздар. Мен сразу фотомызбен шығара саламын. X мәні неге тең болады? X мәні 300-ден X мәні 300-ден 15, Y мәні қаншаға тең болады? 21-ге тең болады. Мен дұрыс есептедім ғой, 6 қосылған X қосылған Y қосылған X 57, X қосылған Y қосылған Y 57, X не болды. Значит, бізде есепте не дейді? Есепте былай дейді. Так, бізде есеп қайсы? Есеп бізде 25-26 сұрақ. 25-те есептің жауабы D дейді. Бізде 15 шықты. Значит, бізде кішінің радиусын сұрап тұр. Ол кішінің радиусы бізге қаншаға тең болды? 15-ке тең болды. Ну ладно, давайте кеттік. Келесі. Осы фигураның периметрін тап дейді. Бізде периметр деген математикада қандай ұғым? Бізде периметр деген сыртқы сызықтардың қосындысы, иә? Значит, мен бұл есептің периметрін есептеу үшін не істеймін мен? Мыналар жоқ деп ойлаймын. Осы сызықтар жоқ деп ойлаймын. Өйткені периметр деген бізде сыртқы сызықтардың қосындысы ғой. Значит, қараңыздар, мынау неше? Мынау менде 15 жаңа шықты, иә? Мынау шу? Тоже 15. Мынау шу? Тоже 15. 15-тен қанша? Менде 3. Қанша болады? 45 болды. Мынау неше менде? 21. Дұрыс қой, мынау 21 ғой. Мынау шу? Тоже 21. Мынау шу? Тоже 21. 21-дің неше менде? 3. Қанша болады? 63 болды. Енді қараңыздар, бізде мына ше
мынандай шеңбер сызамын. Осындай шеңбер сызамын, бірақ мына арасын үзік қойып қоямын. Мына жердің не үшін екенін қазір өздерің түсінесіңдер. Мен қазір нені есептемекшімін? Мен мынаны есептемекшімін. Мынау біреу, екеу, үшеу. Значит, мен осы үшеуінің ұзындығын табу керекпін. Дұрыс па? Менде радиус нешеге тең? Радиус 15-ге тең болса, менде форма қандай? S тең 2 пи r. Пиді 3 деп ал деген сөз. 2 көбейткен 3 көбейткен r. R-дің мәні неге тең? Менде 15-ге тең. S тең неге тең? 90-ға тең. 90-ның қаншасын табамын? 4-тен 3. Не үшін? Өйткені жасымен бойған жер 90 4-тен 3 болып тұр ғой. 90 4-тен 3-ке көбейтемін. 4-тен 3-ке көбейтемін. Значит, 90 неге көбейтемін деген сөз ол? 90-ды көбейтемін неге? 0,75-ке деген сөз. Сонда 67,5 болады. Значит, жасылмен бояған жердің ауданы қаншаға тең? Менде 67,5-ке тең. Значит, маған не керек? 67,5 керек деген сөз. 67,5 қандай керек деген сөз? Керек деген сөз. Түсінікті, иә? Ол жасылмен бояған жердің ауданы. Енді мен мына жердің ауданы табамын. Мына үшеуінің ауданы неге тең? Осы үшеуінің ауданы неге тең? Оны сызу үшін де мен не сызамын? Мынандай үлкен шеңбер сызамын. Бірақ мынамен боямын. Қараңыздар. Мына үшеуінің аудандарын не істеймін? Мен табамын. Осы үшеуінің аудандарын табамын. Дұрыс қой. Енді менде 21-ге тең болды. Мына 21-ге тең болды. Значит, давайте осының несін табамын мен? Ұзындығын табамын. S тең 2 пи r. S тең 2 көбейткен 3 көбейткен 21. S тең қаншаға? 126. 126-ның қанша бөлігі болған? 4-тен 3 бөлігі болған. Яғни 126-ның 4-тен 3-ке, яғни нешеге көбейтемін деген сөз? 0,75-ке көбейтемін. Мұнда 126 көбейтілген қанша? 0,75. Қанша шығады? 94,5 шығады. 94,5 шығады. Значит, 94,5 деген анау фиолетовый түс дей ма? Қандай? Күлгін түс дей ма? Сондай түспен бояғаны менде 94,5-ке 4-ке тең. 94-ке 4-ке тең. 94,5-ке тең. И бізде ең қызығы тағы не керек бізге? Бізге мына шеттің ұзындығы айтылмады, иә? Осы керек. Енді мен мынаның барлығын қоссам, мыналардың барлығын қоссам, менде қанша шығады? 45 қосылған 63 қосылған 67,5 қосылған 94,5 қосылған қанша? 6. Менде 216 шығады. Есеп осы жерден бітеді менде. Екі жүз он алты емес, 276 шығу керек. Мен бір жерде қате есептедім ау деймін. Так, 276 шығады балалар. Мен сәл қате қостым ау деймін. 276 шығады. Так. 45 қосылған 63 қосылған 67,5. Так, 45-ке қосам. 63-ті қосам. 67,5-ті қосам. 94,5-ті қосам. 6-ны. 276 шығады екен, иә. Есептің жауабы 276, А жауап болады. Жақсы. Енді бала 27-ші есеп шығарып көрсетпей ақ қойсам не үшін? Себебі көп оқушылар шығарылады. Мен қиын есептерді ғана шығарып көрсетейін, иә. Сол дұрыс секілді. Мен қиын есептерді ғана көрсетемін. 27-ні шығарып көрсетпеймін, себебі оңай есеп бұл. Жақсы. Мына есеп шығарып көрсетейін, қараңыздар. Мынаны x, мынаны y, мынаны z деп ойлаймыз. Онда мынау да y, мынау да y, мынау да y болады. Келісесіздер ғой? Осы да y, осы да y, осы да y болады. Мынау неге тең болады? X-қа, мынау x-қа, мынау x-қа. Енді фигураның периметрінің бастапқыда қанша? Қараңыздар, x қосылған, y қосылған, z бастапқыда бізде қанша? 24-ке тең. Дұрыс қой? Енді фигураның периметр дегеніміз ол не? Бізге сыртқы сызықтардың қосындысы. Значит, ортасы жоқ деп ойлаймын. Онда менде не қалды? Мынау бізде z-тер бар, мына жерде z-тер бар. Бізге ішкі сызықтар қалды. Ішкі сызықтар қалды. Келісесіздер ғой? Сыртқы сызықтар қалды. Қараңыздар, мынаны z, мынаны z, мынаны z деп ойлаймын. Онда x-тан қанша менде? Біреу, екеу, үші. Онда менде 3x қосылған 3y қосылған 3z. Онда 3 көбейтілген x қосылған y қосылған z. Бұл дегеніміз 3 көбейтілген 24 72 болады. Онда фигураның периметрі 72. Кеттік, келесі есеп. Так. Мынаға. Так. Енді қараңыздар. Белгілі бір санның 10% 12 болса, яғни қараңыздар, 10% 12 болса, 100% неге тең? 120-ға тең. Оңай,
сол санның жартысының дейді, сол санның жартысының 120-ның жартысы неге тең? 60-тың. Сол санның жартысының 5%-ның мәнін анықтаймыз. 60-ның 5%-ын тауып 60-ты 5%-ға көбейтемін. Ол 60 көбейтілген 0,05, ол қаншаға тең болады? 12-ге тең болады. Есеп 3-ден, жоқ, 3-ге тең болады, иә? 3-ге тең болады. 300-ден есептің жауабы Б болады, есептің есеп бітеді 3. Жақсы, келесі 30-да. 30-да. Так, 30-да былай дейді, қараңыздар. А көбейтілген Б 12 дейді. А Б көбейтілген С 18 болса, А қосылған Б қосылған С-ның бізде ең үлкен мәнін табыңдар дейді. Енді А-ның мәні, Б-ның мәнін алтын қойып көрейік. Онда А-ның мәні 2 болады. Б-ның мәні 6 болса, мына жақта 3 болады. Енді қосып көрсекші, қосып көрсек қанша болады? Бізде 2 қосылған 6 қосылған 3 қаншаға тең болды? 11-ге тең болады. 11-ге тең болады. Бізде 11 деген жауап жоқ. Значит, есептің жауабы бұл шықпайды деген сөз, иә? Значит, так, ойланайық. Енді мынандай вариантты қарастырып көрейік. Так, бізде қандай вариант бар тағы? Бізде А көбейтілген Б бізде 12 дейді. Б көбейтілген С бізде 18 дейді, иә? Бізде қандай варианттар бар? Ең үлкен мәні бола алатындай. Мынаның орнына 12-ні алсақ. Так, мынаның орнына 1-ді алайықшы. Мынаның Б-ның орнына 1-ді алайық. Мынаның орнына 1-ді алайық, мынаның орнына 12-ні алайық, мынаның орнына 18 алайық. Шығады екен онда, иә? Қараңыздар. Қосылған Б қосылған С. А-ның орнына нешені аламыз біз? А-ның орнына 12-ні аламын, Б-ның орнына 1-ді аламын, С-ның орнына неше? 18 аламын. Қоссақ менде 31 шығады. Есебім жауап С болады екен. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Так, 31, 32-ші есеп берілген толық емес, қазір көрсетемін оны. Сабақтың аяғында көрсетемін. 33-те. 33-те. Так, 33-те бізде қарайтын болсақ, мына жерде қараңыздар, 2 рет секіргенде 4 болса, значит, мына жерде 2 рет секірсек, мына жерде 4 болады. Мына жерде 2 рет секірсек, мына жерде 4 болады. Мына жерде 2 рет секірсек, қанша болады? Бізде 4 болады. Сонда жалпы бөлім қаншаға тең болады? 12-ге тең болады. Дұрыс қой? Жалпы бөлім неге тең болады? 12-ге тең болады. Қараңыздар, 12-ге тең болады. Мына жер неге тең болады? 4-ке тең болады. Енді мен бірінші мына фигураны аудан табамын. Қараңыздар. Б, А, С фигурасын аудан табамын. Мынау неге тең? Мынау 4, мынау 4. Значит, не істеймін? 4 4-ке көбейтемін да, нешеге бөле саламын? 2-ге бөле саламын. Қанша шығады? Так, 16, 16-ны 2-ге бөлсем, менде 8 шығады. Значит, онда менде 8. Мынау 8 болады бізде. Енді мен нені аудан табамын? Үлкенін аудан табамын. Қараңыздар, үлкенін аудан табамын. Так, Б, А, Д. Енді бізде А-ды қанша болды? Мына 12 болды, мынау 4 болды. Енді мына Б, А-ды 3 бұрышын аудан табу үшін не істеймін? 12-ге 4-ті көбейтемін, 2-ге бөлемін. 24 шығады. Енді маған нені сұрап тұр? Бірақ Б, С, А, Б, С, Д-ның аудан сұрап тұр. Мына жерді сұрап тұр, иә? Б, С-ның аудан табу үшін не істеймін мен? 24-ті нешені азайта саламын? Жаңағы мына 8 азайта саламын, онда оның ауданы қаншаға тең болады? 16-ға тең болады. Есеп 3-ден бітеді. Жақсы, келесі 34-те. Так, төменде қайсы текшенің ашылып жайылған түріне жатпайды дейді. Яғни текшенің ашылып жайылған түріне жатпайтын нені табыңыз дейді. 34-те бізде қараңыздар. 34-ті былайша ашсақ болады. Мынау ортасы деп ойлайықшы. Онда мынау шетіне түседі. Яғни текшені ораған кезде шетіне түседі. Мынау шетіне түседі. Мынау да шетіне түседі. Мынау үстіне түседі, мынау үстіне түседі. Яғни үстінде бір ақ элемент тұру керек қой. Шетінде бізде 4 элемент тұра береді. Дұрыс қой, бірақ үстіне екеу болып қалды. Значит, мынау өтірік болып қалды. Значит, С есептің жауабы болмайды деген сөз. Так, келесі. 35 шығармай ақ қоямын, себебі 35 оңай есеп. Так, мынаны шығарайық, иә? 36-ны шығарайық. Так, 36-та, 36-та, қараңыздар, мына жер 9 болса, мына жер 4 жарым, 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 мына жер 4 жарым. Енді мына шеттер неге тең? 9-ға тең. Қараңыздар, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, мына жерде 9-ға тең. Мынау да неге тең? 9-ға тең. Мынау да 9-ға, 9-ға тең.
дұрыс қой. Енді периметр дегеніміз не бізде? Математикада периметр дегеніміз сыртқы сызықтардың қосындысы. Сыртқы сызықтардың қосындысы. Онда осындай фигура болады, иә. Енді тоғыздан қанша штук бар? Мен санайыншы, тоғыздан қанша штук бар санаймын, қараңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. 12-ге көбейтемін, иә. Төртте бестен қанша штук бар? Мен соны санаймын. Төртте бесті нешеге көбейтемін? Біреу. Мына жерде де бір төртте бес бар. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Төртте бесті нешеге көбейтемін? Сегізге көбейтемін. Так, 108 болады. Мына жақта неше болады? Төртте бес сегізге көбейтсем. Так, 32, 36 болады. Сонда есептің жауабы неге тең болады? Мен қате шығарған жоқпын ба? 144 бола ма? 108 қосылған 36 бізде 144 болады. Жақсы. Так, 36-тан мен дұрыс шығардым ба? Иә, 36-ны дұрыс шығардым, 106 дұрыс шығардым. Жақсы, 37-ші есеп қалай шығады? 37-ші есепті былай шығады. Қараңыздар. 37-ні былай шығады. Так. Енді қараңыздар, бұл есеп былай шығарады. Қараңыздар, мына жер b-ға тең, мына жер a-ға тең, мына жер b-ға тең, мына жер a-ға тең, мына жер b-ға тең, мына жер a-ға тең. Алардың саны қанша менде? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Значит, бізде не болады? 4 болады. Плюс бұлардың саны қаншаға тең? Бұлардың саны. Бұлардың саны біреу, екеу, үшеу, төртеу. 4 бұға тең. Бұл неге тең болады? 4а плюс 4 неге тең болады? Бізде 64-ке тең болады. Есептің шарты бойынша. Онда а қосқан неге тең болады? 16-ға тең. Енді қараңыздаршы. Мынау а қосылған ба? И 16 болып тұр. Мынау а қосылған ба? Неше болып тұр? 16 болып тұр. Значит, мен не істеймін? 16 не істей саламын? Көбейте саламын. 16-ны көбейтсем, менде қанша болады? 256 болады. Енді 256-тан нешені азайтып тастаймын? 256-тан азайтып тастаймын нешені? Мына боялған қара жердің ауданы. Боялған қара жердің ауданы қанша? Есептің шартына 135. 121 шығады. 121 дегеніміз бізде мынаның ауданы, мына боялмаған жердің ауданы. Осы 121-ге тең. Мен не істедім? А қосқан бұл 16 екенін дәлелдедім. Онда 16 көбейттім 256. Сонда мына жер 256. 256-тан қара жердің ауданын атсам, менде қанша болды? 121 болды. Так, келесі есеп. Так, бұл есеп былай шығарамыз. 38-де. Так, мынау x болды. Мынау да x байқасаңыздар, екеуі тең. Дұрыс қой, иә? Мынау неге тең болды? Мынау y-ға тең болса, бізде мынау да неге тең? Y-ға. Кездестір ғой. Давайте бірінші дөңгелектің мынаның мен диаметрін табайыншы. Бірінші дөңгелектің диаметрі менде 22 қосылған x-қа тең болады. Екінші дөңгелектің мынанікін табайық. Екінші дөңгелектің диаметрі x қосылған 12 қосылған y-ға тең болады. Үшінші дөңгелектің диаметрі менде y қосылған 16 қосылған y-ға тең болады. Значит, не істеймін? Мына мен мынаны не істеймін? Теңестіремін. Дұрыс қой? Онда 22 қосылған x-қа теңестіремін. X қосылған 12 қосылған y-ға. X-тар не істеймін? Мен алып тастаймын. X-тарды алып тастаймын. Сонда 22-ге тең 12 қосылған y. Y мәні қаншаға тең болды? 310-ға тең болды. Значит, оны әкелемін де мына жерге не істей саламын? Мен қоя саламын. Жерге қоя саламын. Онда 10 қосылған 16 қосылған 10. Есептің жауабы неше шығады? 36 шығады. Онда диаметр неге тең? 36-ға тең. Так. Так, мына бір жақсы есеп. Үш қатар тұрған тақсанның қосындысына тең болатын санды анықтаңдар дейді. Енді үш қатар тұрған тақсан бірінші x болса, екінші неге тең болады? X қосылған 2-ге тең болады. Үшінші x қосылған 4-ге тең болады. Не үшін тақсандардың разницасы бізде 2. Значит, осы үшеуін қоссақ, қараңыздар, x қосылған 2 қосылған қанша? Қосылған x қосылған 4 нешеге тең болу керек? Так, енді бұл жерде вариантпен шығарамыз. 39-да. 39-да варианты не дейді? B дейді. Мынау B шығады. Не үшін B шығады?
57. Өйткені қараңыздар. Бізде осы жерден теңдеудің бүтін мәні шығады. Қазір қара. 3х қосылған 2-ге 4 қоссаң қанша менде? 6 тең 57 ғой. 3х тең 57 минус 6. 3х тең 50 бар. Xтен қанша? 17. Значит, қараңыздар, бірінші сан неге тең болды? Менде x-қа тең болды, ол неге тең? 17-ге. Екінші сан неге тең болды? Менде x қосқан 2-ге тең болды ма? Ол 17 қосқан 2 неге тең? 19-ға тең. Үшінші сан неге тең болды? X қосқан 4. Значит, 17 қосқан 4 21-ге тең. Енді шынымен де мен 17 қосқан 19 қосқан 21 қоссам, менде 57 шығады. Есеп осы жерден бітеді. Так, 40-та 40 енді оңай теңсіздік, мен шығарып көрсетпей ақ қояйын. Не үшін? Себебі нишқа дайындалған кез келген оқушы ол есепті теңсіздікті не істеу керек? Шығара алуы керек. Жақсы, келесі 41-ді көрсетейін. Так, 41-де. Так, 41-де. 41-де мынаны шығару үшін мен екі жағдайды қарастырамын. Қараңыздар. Бірінші 3х плюс 1 6 жағдайын қарастырамын. Бұл жерде 3х артық 6 азайтылған 1, 3х артық неден 5-тен, x артық неден 1 бүтін 3-тен 2-ден. Кейін 3х плюс 1 екінші жағдай артық минус 6 жағдайын қарастырамын. 3х артық минус 6 минус 1. 3х артық неден? Минус 7-ден. X артық минус 7 бөлінген 3. X артық неден? Минус 2 бүтін 3-тен 1-ден. Дұрыс қой, иә? Жақсы. Енді осы аралықта жатқан бізде нені табу керек? Бүтін мәндерді табу керек. Осы аралықта жатқан бүтін мәндерді жазып көрейік. 2 бүтін 3-тен 1 мен теңсіздік енді қиылысады ғой, 2 теңдеу. 1 бүтін 3-тен 2-нің аралығында не істеп жатыр? Қиылысып жатыр, иә? Осы екеуінің аралығында жатқан бүтін мәндер неге тең менде? Қараңыздар, осы екеуінің арасында жатқан бүтін мәндер қайсан жатыр? Осы екеуінің арасында менде минус 2 жатыр. Минус 1 жатыр, 0 жатыр, 1 жатыр. Дұрыс па, иә? Онда 41-де жауап не дейді? Бізде 41-де есептің жауабы С дейді. Значит, менде С жауап не есепті шықты. Есептің жауабы С болады. Есеп бітті осы жерде. Так, келесі 42-де. Так, 42-де. Так. Мынаны бөлсек нешеге тең болады? 6-75 болады. 6-75, так, 5х тең 56-75. 5х неге тең болады? 56-75 минус 6-75. 5х неге тең болады? 50-ге. Бұл жерден x1 10-ға тең болады, x2 минус 10-ға тең болады. Есептің жауабы бұл болады, иә? Оңай есеп. Кеттік, келесі. 43-те. Қара, есептің жауабы С болады. Не үшін? Себебі 8-ден қанша бөлігі болған? Қай фигураның 4-тен 1 бөлігі болған дейді. Қарасаңдар, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-ден 2-сі болған. Екеуін қысқартып жазсам 4-тен 1 шығады. Значит, 8-ден 2 бөлігі болған, қысқартсам 4-тен 1 шығады. Значит, есептің жауабы С болады. Так, 44-ті қалай шығарды? 44-ті былай шығарады екен. Қараңыздар. 44-те мына жерге әртүрлі сандар қою керек екенбіз, бірақ 1-ден 8-ге дейін ғана қоямын. Мына жерге нешені қойсақ болады? Мысалы, бөлу 8 бөлінген 2 4-ке тең, иә? Значит, мына жерге 4 көбейтілген 1. Значит, қараңыздар, мен 8-ді енді пайдалана алмаймын. 4-ті пайдалана алмаймын, 2-ні пайдалана алмаймын, 1-ді пайдалана алмаймын. Дұрыс па, иә? Мына жерден 7 азайтылған 3 болады. 3-ті пайдаланамыз, 7-ні пайдаланамаймын. Значит, жерге 5 пен 6-ның қосындысы 11 болады. Бұнда есептің жауабы да болады. Есеп бітеді осы жерде. Так, 46-та. 46-та. Так, 1х қосылған 1,5 y деп аламыз. Өйткені шені x-тен да нені шабдалын y дедім. Енді 2,5 х, яғни 2,5 килограмм шие қосылған 3 y нешеге тең дейді? 5400. Енді қараңыздар, мына 1х емес, просто x деп алсам болады. Енді мына x деп тұр ғой. Енді қараңыздар, осы x тағамда мынаның орнына не істесем, қойсам. Сонда 2,5 көбейтілген x-ның орнына 1,5 y қоямын, қосылған 3 y неге тең? 5400-ге тең. Енді енді 2,5-ға нені көбейтсек қаншаға тең осы жерден? Так, 2,5-ға нешені көбейтеміз?
Так, 2,5-ға көбейтіп тастаймын мен несені. 2,5-ға көбейтемін, 1,5-да 375-ке тең, иә? Мына жерде мен қателестім. 375 y қосылған 300 тең нешеге? 5400. 6,75 y нешеге? 5400. 300 y табам. Y нешеге тең? 5400-ді бөлім нешеге? 6,75-ге. 800-ге тең. Есеп 300-ден бітеді болды. Так, жақсы, келесі есеп. 45-те. 45-те былай шығара саламыз, қараңыздар. Аралық санай саламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2-ден 1-ді азайтсам 1 болады. 1-ді 8-ге бөлемін, қанша болады? 0, 125 болады. Дұрыс қой, иә? Значит, А нүктесінің мәні 1 қосылған 0, 125. 1-де мынаншаға тең болады. Есеп 300-ден бітеді. Есептің жауабы бұл болады. Қырық алты мына жерде қайталанып кетті. 47. 47-ні қараңыздар. 47-ні былай шығарады. Так, 47-те. Так, мына бірдің астында не жатыр? Бірдің астында менде 7 жатыр. Бірдің астында 7 жатыр. Ол неге шығады? Үстіге шығады. Нарды да неде? Ойын сүйегінде сондай жалпы. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жоқ, бірдің астында 6 жатыр. Бірге напротив 6 жатады да. Мына сонда осы болады. Ал 4-ке напротив неше жатады? 2 жатады. Мына 3 өз қалпында қалады. Онда есептің жауабы С болады. Есеп 3-тен бітеді. Так, 48-де. Так, 48-ші есепте қараңыздар. 48-де байқасақ, мына жерде 4-еу, мына жақта 6-ау. Байқадыңыздар ғой? Онда қанша екен? 24 екен. И мына жерде де 24, еще дәл осылай 24 штук қойып шықсам, мына жер толады екен. Асты бір бөлігі толады ғой, 3 этаж толады ғой, дұрыс қой. Бірақ сонда астына қанша кетеді? 48 кетеді. Бірақ қараңыздаршы, бізде неше этаж? 1, 2, 3, 4 этаж. Еще 4-ке көбейте саламын. Өйткені бізде мынаның биіктігі, мына жатқан фигураның биіктігі 4 екені мына жерде айтылып қойды ғой. Значит, мынаны 4-ке көбейтсем, есептің жауабы 192 шығады. Есеп 300-ден бітеді. Жақсы. Так, 1А, 2А, А31. Осын қосқан кезде 26, 59 шығады дейді. Енді есептің жауабы бұны вариантпен де шығарса болады, или просто зерттеп көріп те шығаруға болады. Есептің жауабы 8 болады. Так, қараңыздар. 18, 28, 831. Енді қосып көрейікші. 9, 5, 16, 26. Есептің жауабы 8 болады. Д болады, иә? Жақсы. Келесі. 50-де. Так, 50-де қараңыздаршы. Бізде екінші қайсысы толады дейді. Мынау бүйтіп келеді да, бірінші мынау толады. Мынау толған соң судың бәрі мына жаққа кетеді да, бізде екінші мынау толады. Онда есептің жауабы не болады? Д болады, иә? Жақсы. Енді балалар, бізде негізі жалпы негізгі есептердің көбісін мен талдап өттім. Қандай есеп қалды бізде? Бізде мына бір есеп қалды. Мына бір есеп талдап көрейікші. Мына бір есеп пе еді? Бұл емес, иә? Бізде бір екі есеп қалып кетті негізі. Қай есеп еді ол? Бұл емес. Бұл емес. Осынша айналайын. Осы екен, иә. Осы есеп қалып кетті бізде. Келген есептердің бірі. Осы есепті давайте талдап көрсетейін мен сіздерге. Қараңыздар, мына есеп қалып кетті бізде. Талданбайды. 31-ші есеп. Есепте бүйтеді. Марат ақшасының 7-тен 4 бөлігіне 4 қалам жұмсады. Енді қараңыздаршы, ол біткен. Сонда 7-тен 4 бөлігіне менде қанша кеткен? 4 қалам кеткен. Дұрыс қой? Қалғанына енді қараңыздар, 7-тен 3 бөлігіне дейді. 4 қалам дейді. Жоқ, 6 қалам дейді. Есеп мен қате жаздым. Бізде 7-тен 4 бөлігіне қанша дейді? Бізде есепте 6 қалам дейді, иә? 7-тен 4 бөлігіне 6 қалам дейді. Қалып кетті онда қанша? 7-тен 4 бөлігіне 6 қалам болса, 7-тен 3 бөлігі қалып кетті. Значит, 7-тен 3 бөлігіне не қалам дейді? Бізде 4 қалам дейді. Плюс 3 файл дейді.
енді төрт қалам қараңыздар. 7-4 бөлігіне бізде қараңыздаршы, 7-4 бөлігіне 6 қалам болса, төрт қалам қанша бөлік болады? Х бөлік болады, иә? Осы жердің пропорцияны шешейікші. Х алатын болсам, х қалай табамын осы жерден? 7-4-ке көбейтемін 4-ті, бөлем 6-ны. Х тең неге тең болады? 21-ден 8-ге тең болады. 21-ден 8-ге тең болады. Значит, қараңыздар. 7-тен, значит, менде былай болады. Дальше. 7-тен 3 тең 4 қаламның орнына мен 21-ден 8 қоямын. Қосылған 3 файл. Енді мен 7-тен 3-тен 21-ден 8 азайтсам, менде 21-ден 1 шығады. 7-тен 3-тен 21-ден 8 азайтсам, менде 21-ден 1 шығады. Онда 21-ден 1 бөлігі неге тең? Маған 3 файл болады. Сонда есептің жауабы, бұл есептің жауабы 3 файл менде 21-ден 1 бөлікке тең. Жақсы, есеп бітті. Келесі бір соңғы есепті талқылайық. Біз талқыламаған мына есеп қалып бітті. Мына есеп жаңа есептің жалғасы, қараңыздар. Так, бізде жаңа 3 файл неге тең болды? 21-ден 1 бөлікке тең болды. Енді мына есепте бүйтеді. Сатып алынған әрбір 5 файл үшін бір қосымша файл тегін беріледі дейді. Сатып алынған әр 5 файл үшін бір қосымша файл тегін берілсе, жалпы қанша файл ала аламын деген сұрақ қой енді бұл жерде. Онда бұл есеп былайша жасап болады. Қара, 3 файл жалпы ақшаның 21-ден 1 бөлік құраса, 21-ден 21 бөлігіне қанша файл сатып аламын? 3-ке бөлген 21. Жалпы мен 63 файл сатып аламын. Дұрыс қой? Енді каждый вес файл үшін маған бір файл көмекке беріп отырады. Значит, 63-ті 5-ке бөлсем, менде 12,53 шығады. Значит, мен қанша файл аламын? 12 файл дополнительно аламын. Значит, 63-ке 12-ні қоссам, мен сонда 75 файл алады екенмін. Есептің жауабы не болады? С болады екен. Жақсы, бала сау болыңыздар, сіздерге көмегім тиеді деген ойдамын.